Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін біз көп адам біле бермейтін, бірақ ата-бабамыз қатты мән берген тақырып туралы айтамыз. Неге дәретханаға бас киімсіз кіруге болмайды? Деген сұрақтың астарында тек әдеби емес, денсаулық, тазалық және рухани тәрбие жатыр. Бейненің соңына дейін қарап, өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Осындай пайдалы тақырыптар ұнаса, арнаға міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Көп қазақ отбасында үлкен кісілер басыңды жап, бас киімсіз дәретханаға кірме деп айтып жатады. Кей жастар мұны жай ғана ескі ырым деп ойлайды. Бірақ бұл сөздердің түбінде үлкен тәрбие мен өмірлік тәжірибе жатыр. Ең алдымен, ислам дінінде тазалыққа ерекше мән беріледі. Дәретхана нәжіс болатын орын. Мұндай жерге кіргенде адам арнайы дұға оқып кіреді. Бұл адамның өзін жамандықтан, лас нәрседен қорғауының бір белгісі. Бас адам денесінің ең қадірлі мүшесі. Қазақ басың аман болсын деп бекер айтпаған. Сондықтан бұрынғы адамдар басты қорғауды өте маңызды санаған. Әсіресе лас орындарда бастың ашық жүруін дұрыс көрмеген. Ертеде адамдар дәретхананы қазіргі сияқты таза, жарық етіп салмаған. Көбіне сыртта орналасқан, суық әрі дымқыл болған. Сол себепті бас киімсіз кіру денсаулыққа зиян деп есептелген. Суық тисе, адам тез ауырады деп қорыққан. Бас арқылы адам ағзасы жылуды көп жоғалтады. Әсіресе желді немесе суық жерде бас ашық болса, ми тамырларына әсер етеді. Үлкендер мұны тәжірибемен білген. Сондықтан бас киім кию, басты жабу, суықтан сақтау тәрбиенің бір бөлігі болған. Тағы бір себеп әдеп. Қазақ халқы дәретхананы ерекше орын деп санаған. Онда артық сөйлемеу, күлу, тамақ апармау сияқты ережелер болған. Бас киімсіз кіру де әдепсіздікке жатқызылған. Кей қариялар періштелер ұят болады деп айтатын. Бұл баланы тәрбиелеудің жұмсақ тәсілі. Яғни адам қай жерде болса да өзін ұқыпты ұстау керек деген мағына. Исламда нақты бас киімсіз кіруге болмайды деген қатаң үкім жоқ. Бірақ әуретті жабу, тазалық сақтау, ұятты болу мұсылман әдебі. Кей мұсылман ғалымдары бас жабулы болғаны жақсы деп айтқан. Өйткені бұл ұқыптылық, қарапайымдылық әдеп белгісі. Ал енді кей адамдар қазір жылы үй, таза дәретхана, онда неге бас киім кию керек деп сұрайды. Бұл жерде мәселе тек бас киімде емес. Мәселе тәрбие мен құрметте. Егер адам үлкендердің сөзін тыңдап өссе, тәртіпке үйренеді, тазалыққа мән береді, ұятты біледі. Сол үшін бұрынғы ата-аналар баласына ұсақ нәрседен бастап тәрбие берген. Тағы бір қызық нәрсе бар. Қазақта басты ашық ұстама деген сөз тек дәретханаға қатысты емес. Мысалы, түнде бас жалаңаш жүрме, табалдырықта отырма, жастықты баспа, басқа аяқ тигізбе. Мұның бәрі адамның басын құрметтеу ұғымынан шыққан. Өйткені бас адамның намысы мен абыройының белгісі. Кей адамдар мұндай сөздерді ырым деп қабылдайды. Бірақ әр ырымның астарында өмірлік тәжірибе болады. Мысалы, суық тимесін, ауру жұқпасын, адам ұятты болсын, тәртіп сақталсын деген ниет жатқан. Сондықтан мұндай тәрбиелік сөздерді мазақ қылуға болмайды. Бүгінгі таңда көп жастар үлкендердің сөзін тыңдағысы келмейді. Ескілік қой дейді. Бірақ уақыт өте келе адам ата-анасының не үшін айтқанын түсінеді. Үлкендердің әр сөзі өмірден алған сабақ. Қазақ ешқашан бекер тыйым айтпаған. Үйді ысқырма, табалдырықты баспа, нанды төңкерме, бас киіммен ойнама. Бұлардың бәрі адамды тәртіпке, құрметке, тазалыққа үйреткен. Дәретханаға кірерде мұсылман адам дұға оқиды. Аллахумма инни ағузу бика минал хубуси уәл хабайс. Мағынасы: Уа, Алла, ерке және әйел жын шайтандардан саған сыйынамын. Бұл дұға адамның өзін жамандықтан қорғауын білдіреді. Ал шығарда ғуфранака деп айтады.
Яғни, уа, Алла, кешіріміңді тілеймін. Міне, исламда тазалық пен әдептің орны өте жоғары. Кей ауылдарда әлі күнге дейін үлкендер балаларға басыңды жауып жүр деп айтып жатады. Бұл жамандық емес. Бұл қамқорлық. Өйткені бұрынғы адамдар денсаулықты, тәрбиені, ұятты, рухани тазалықты бір-бірінен бөле қарамаған. Тағы бір маңызды нәрсе бас киімді құрметтеу. Қазақ ешқашан бас киімді жерге тастамаған. Баспаған, төңкермеген. Себебі бас киім адамның абыройымен байланысты деп есептелген. Сондықтан кей үлкендер дәретханаға бас жалаңаш кіруді де дұрыс көрмеген. Қазіргі заманда әркім өзі шешеді. Бірақ ата-бабаның сөзін тыңдау ешқашан артық емес. Егер бұл әдет тәртіпке, тазалыққа, әдепке, денсаулыққа пайдалы болса, неге сақтамасқа? Ең бастысы, адам дәретханаға кіргенде тазалық сақтау, әдеп сақтау, дұға оқу, ұзақ отырмау, телефон ұстамау, артық сөйлемеу сияқты нәрселерге мән беру керек. Міне, нағыз мәдениет осы. Құрметті көрермен, сіз бұл туралы бұрын естіп пе едіңіз? Үйіңізде үлкендер осылай айтатын ба? Пікіріңізді комментарийге жазыңыз. Осындай қызықты әрі пайдалы тақырыптар ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.